бір-бірімізге керемет көңіл-күй сыйлай алайық, иә? Ұйымдастыру кезеңі бойынша ұйымдастыру жаттығуын жасалады. Кеттік. 1, 2, 3 сыныптың іші тып-тыныш, бұзықтықты тастаймыз, сабақты біз бастаймыз. Тамаша. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен тарауға қайталап алайық, иә? Ол үшін мен сендерге керемет бір ойын дайындап келдім. Ойынды әрбір сұраққа жауап берген үшін мен бүгін сендерді мынандай қазақтың ұлттық асығымен бағалайтын боламын. Кім дұрыс жауап берді, әрбір дұрыс жауапта мен сендерге бір асықтан беремін. Ол асықты алдарында тұрған стакандарға жинаңдар. Бере ма? Сабақтың соңында кімнің асығы көп, сол оқушыға мына қожаның ішіне бір сыйлық шығады. Солай марапаттаймыз, жарай ма сендерді? Енді бүгінгі дайындап келген сұрақты оқимыз, одан кейін барып жауап береміз. Қандай? Глобус. Тамаша. Раян аламын. Тамаша. Ала қой. Нәтижесі тең 5. Тамаша, келіп жоқ сұрауға жылданды. 15 кімде шықты? Оқи қой, көрнекті оқи қой. 17 ағырман 2. Нәтижесі 15. Тең жоқ сұрауға. 9 кімде шықты? 9 кімде шықты? Қанша оқи қой? 10 алу бір. Қанша нәтижесі? 9. Тамаша, жоқ сұрауға. 15 тағында кімде бар? Қанша? Көрнекті оқи қой. Қанша? Қандай сөз шықты? Бірге оқиыншы? Құрылғысы. Тамаша. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шұғыл. Есте сақтау. Есте сақтау қабілетінен осы біздің кезімізге жеткен. Нелер жетті бізге? Олар нелер? Бесік жылы. Қандай мезгіл екен? Қыс мезгіл екен. Тамаша, отырамыз. Ең ыстық мезгіл. Қай мезгіл екен? Жаз мезгіл екен. Тамаша, отырамыз. Балалар. Бесік екідар салдық, қақпар жаптық, бөлмеге қойдық. Сенің ыдысың қай жерде тұрды? Бөлмеде тұрды. Бөлме температурасы қандай? Жып-жылы. Сенің дәнің өсті ма? Өсті. Тамаша, енді апайларға бар. Көрсете қойшы. Қонақтарымызға. Ал, жоқ. Біз не істедік? Бірінші ыдыс дәрі салдық. Су құйдық. Далаға қойдық. Далада температура қандай? Мұздай. Біздің дәніміз өсті ма? Өскен жоқ, иә? Өсімдікке жылудың маңыздылығы өте зор. Апайлар, киіз үйдің өзі бір бөлмеден тұрады. Киіз үйдің міндетті түрде төбесінде шаңырағы болады. Киіз үйдің ішін негізгі ата-бабаларымыз ошақ арқылы жылытқан. Ол ошақтың ортасына ас әзірлеу арқылы бір бөлмені жылытып, ошақтың шыққан құрылысына жатпайды. Өздерінен жылу бөлінгенде бұл құрылғылар жылыту құрылысына жатпайды. Себебі бұлардан бөлінетін жылу бір бөлмені жылытуға жетпейді. Естеріңде сақтағанды. Бұларды пайдалану мақсаты басқа. Енді осы жерден балалар, біз тек қана жылыту құрылғыларын техника қауіпсіздіктерін шатастырып бердік. Соның арасынан жылыту құрылғыларына сәйкес техника қауіпсіздігін тауып, әңгіме есімдер, қоясырмаңдар. Сендер суретті сәйкестендіріп, қай затты я қамайсың. Енді қарады, сендерге мен үш минут уақыт берейін, е? Радиатор. Сен маған енді дәптерге жылыту радиаторының суретін салып тұршы. Суретті бейнелеңдер екен. Болсын ба? Кондиционерді біз пайдаланады екенбіз, иә?
Электр, радиатор, тамаша, отыра қойды. Сендердің топтарыңа тамаша деген баға қойды. Сендерге үлкен асық береміз. Жылыту құрылғыларымен үйді не істейді? Жылытады. Келесі. Қолданады. Келесі. Раяна сыйлық. Құрылғысы. Аха. Келесі. Бәрі шықпайды. Апайлардан көрсету. Сендердің топтарға тамаша деген баға қойып, үлкен асық. Келесі топ. Шығап. Бұл жерде заттарды сәйкестендіруге. Пештің үстінде не тұру керек екен? Шәйнек тұру керек екен. Терезенің алдында. Қандай пеш оны? Жылыту радиаторы. Үтіп қайда тұрады екен? Үтіп үстелінің үстінде тұрады екен. Тамаша. Ал апара қойды. Апайларға барып көрсетіңдерші. Болады. Болмайды. Одан кейін сіріңке. Сіріңкені дұрыс пайдалану қажет. Бір екіміз бар. Егер тұрғын үйлеріміз пеш арқылы жылынады екен, ол пешті біз қазір сұйық газбен, одан бөлек көмір, ағаш жағу арқылы. Сендердің аталарың, апаларың ауылда тұрады ғой, олар үйге қыстың күні не жағады? Пеш жағады, тағы не жағады? Пешке қандай орынды пайдаланады? Ағаш жағады, тағы? Тас не дейміз? Көмір дейміз, көмір арқылы жағады. Тамаша. Енді балалар, біз зерттеу жұмысын көз көрейікші. Мен есімнен шығып кетті. Үйді жылда ма? Бөлмені? Жылда. Тамаша. Маған айтыңдаршы, жылыту құрылғыларына нелер жатады? Қол көтеріп сөйлейсіз. Арай, жауап бере қойшы, жылыту құрылғыларына нелер жатады екен? Жылыту құрылғыларына нелер жатады екен? Пеш жатады екен жылыту құрылғысына. Электр, радиатор тағы. Құрылғаны жатпайды. Пеш жылыту құрылғысына жатады ғой. Түсіндік, яғни орта деңгейде түсіндік. Үшіншісі, тақырып бойынша әлі іздену керек. Жарай ма? Өздерің аттарын қоймаңыз. Жабыстыр, жабыстыр, жабыстыр. Қайсысын жабыстырғың келеді, соған жабыстыра бер.